Баршаңызға сәлем. Осы неше күннің ішінде маған көптеген хат келді осы ютубқа тіркелу жайлы. Мен соны сіздерге кішкене түсіндіріп кетейін дегем. Осы экранда көрсетіп тұрғандай, бірінші ютуб каналына кіреміз. Ютуб каналын, ютуб сайтын осылай тересіздер. Ары қарай ютубты таңдайсыздар. Ютуб каналына осылай кіресіздер. Ал енді ютуб каналында мына оң жақ жоғары жақтағы батырма бар. Мына жасыл тұрған войти деген осыған кіресіздер. Кірген соң осындай бір таблица шығады. Осының ең төмен жағындағы создать аккаунт дегенді таңдайсыздар. Бұл жерде екі таңдау бар. Біріншісі жаңағы жеке тұлғаға, екіншісі бизнеске. Біз әдеттегі жағдайда біріншісін таңдаймыз, для себя деген. Таңдап болған соң келесі экранда сіздерде осылай бір таблица болады. Мына имя, фамилия дегенге өздеріңіздің шынайы аттарыңыз жазсаңыздар да болады, болмаса өздеріңіз жаңағы YouTube каналдарыңызға қойғыңыз келген ойыңызда қандай аттар болса да болады. Мен сіздерге түсінікті болу үшін жаңағы teacher Nicole деп жаздым екі жаққа. Сол жағына teacher дедім, оң жағына жаңағы Nicole 2 деп жаздым. Ал келесі мына электрондық почтаңызды жазасыз бұл жерде. Қандай почта болмасын, әйтеуір жұмыс істеп тұрған почта болса болды сіздерге. Сосын төмен жағында парол. Ол жаңағы 8 саннан тұрады. Жаңағы оның ішінде ең жақсы үлкен әріп, кішкене әріп бәрі болған дұрыс, құпия сөз, ары қарай және сандармен. Бұл жерде және қайта бір еңістесіз. Жаңағы бірдей қылып алдында еңісткен құпия сөзбен. Болған соң келесін таңдайсыздар. Ал осы экранда жаңағы сіздердің жазған почта адрестеріңізге бір 6 сандық код келеді. 6 санды сонда еңістесіздер. Ал келесі еңістіп болғаннан кейін осындай таблица болады. Ал мына жоғары жағында көрсетіп тұрған бұл телефон номерді жазасыздар. Жұмыс істеп тұрған телефон номері болса болды. Бұнда әлемнің қай елінде тұрсаңыз да болады. Ал бұл жерде жаңа Қазақстанда болғандықтан осы Россияныкін таңдасаңыздар болды, алдында қосу 7 деп тұрады. Егерде номеріңіз 8701 болса, жаңа 8-ді еңістпес, тек 701-ден бастап еңістесіз. Ал төмен жағындағы ден, месяц, год деген жаңа өзіңіздің туылған күніңіз. Сол жақтағы күн, ортасындағы ай, ең соңындағы жылыңыз. Ал төмен жағында тұрған ол сіздің жаңа жынысыңыз таңдайсыз. Ал осының бәрін еңістіп болғаннан кейін сізде жеке YouTube каналдың аккаунт болады. Ал енді YouTube каналын қайта ашамыз. Ашқан соң және оң жақтағы войти дегенді басасыздар. Ал осы жерде тек қана жаңағы өзіңіз еңісткен телефон номер болмаса почтаңызда еңістесіз. Еңістіп болған соң, сосын келесінде парол құпия сөзіңіз, жаңағы өзіңіз еңісткен құпия сөзіңізді жазасыз. Бұл жерде жазып болған соң далені басасыз. Ал осы экранда көрсетіп тұрған осы бетте көп жағдайда біз оң жақтағы подтвердить дегенді таңдаймыз. Осылай өзіңіздің YouTube жеке парақшаңызға кіресіз. Мына оң жақтағы қарап тұрсыздар, жаңағы жасыл белгі бұл жерде қызыл болып өзгерді. Бұл жаңағы менің тіркелген аккаунтым. Ал енді осы жерде жаңа менің каналыма кіру үшін мына іздеу деген жерде менің каналымның атын еңістесіздер, яғни teacher Nicole деп. Тіркелу үшін осы жерде жаңағы подписацияны осы жерден таңдай салуларыңызға да болады. Болмаса каналыма басып кіресіздер. Сосын кейін каналымда мына жерде және тұрады қызыл реңмен. Осыны басасыздар, подписация деген. Сосын жанында және бір қоңырау болады. Бұл қоңырау белгіні міндет түрде бірге басыңыздар. Сонда ғана мен әрдайым жаңа сабақ, жаңа видео болған кезде сіздерге сообщение арқылы келіп отырады каналдарыңызға. Сонда ғана ешқандай сабақтан қалмайсыздар. Сондықтан міндет түрде осы қоңырау белгіні де бірге басып алыңыздар. Бұны таңдаған кезде қоңырауды басасыздар, сосын все дегенді таңдайсыздар. Болды, осылай менің YouTube каналыма тіркелулеріңізге болады. Барлықтарыңызға рахмет. Егер және сұрақтарыңыз болса, сұрасаңыздар болады.